Саламатсыздар ма әріптестер. Бүгін мен сіздерді мына белсенді әдіс-тәсілдердің бірінде жиі қолданатын Flippity платформасымен таныстырғым келеді. Көріп тұрғандарыңыздар, бұл жерде көптеген ойын түрлері бар. Осыны сабақта пайдалануға болады. Қазір қарап отырсаңыздар, бұл жерде 20 түрлі варианты бар. Мен енді сіздерге қазір бір вариантын көрсетейін, жұмыс барысында қалай жасауға болады. Мына нұсқаны алайын, мен инструкцияны басам. Бұл ойынды жасаудың екі тәсілі бар. Жылдам әрі тез жасау үшін мына жердегі тұр ғой, мына сөздердің орнына біз дайын сөздер жаза саламыз. Мен енді уақыт алмас үшін мына жерге дайындап қойдым. Копировать етіп, мына бағанға қоя саламын, өшіріп осылай қойдым. Енді мына жерге мен заголовок деп тұр ғой, мен осы жерге жаза салам. Бұл апта күндеріне байланысты. Создать басасыз. Мінекей сізге қазір бұл жерде дайын шығарып берді сізге нені ойынды. Егер де сізге мына әріптердің орналасуы дұрыс ұнамай тұрса, мына не тұр ғой? Мына стрелканы өтіп басып жүресіз. Көрдіңіз бе? Бұл жерде былай жасайсыз. Балалар мына тапсырмаларды экранға шығарып қойсаңыз да болады. Осы жердегі әріптер, шатасқан әріптерден қандай сөздер жасырынған, соны табады. Енді бұны былай жасауға болады. Мына тапсырмаңызды сіз өзіңізге шығарып алсаңыз да болады. Егер сіз ключті басасыз ғой, сізге мына нұсқасы шығып тұрады. Дұрыс нұсқасы сізде тұрады. Енді бұны қайтып алып тастасаңыз, мінекей балаларға арналған вариант болып тұрады. Тура осы нұсқаны шығарып алуға болады. Ол үшін распечатать деген басасыз. Көріп тұрғаныңыздай, мына жоғарыда сіздің тапсырманы жасаған күніңіз, уақыты, қандай неге байланысты жасалған тапсырма соны тұр. Мінекей мынаны сіз көбейтіп балаларға шығарып берсеңіз болады. Жазбаша түрде орындайды. Осыны жасап, сосын жерге принтеріңіз таңдап аласыз, соған шығарасыз. Неше дана келсе, соны шығарып алуыңызға болады. Я болмаса бұны шығарылмасаңыз, бұны PDF форматта сақтап қоюыңызға болады. Сосын кейін жаңа экраннан көрсете бересіз. Бұл бірінші нұсқасы сізге көрсеткен. Енді тура осы жұмысты былай жасауға болады. Екінші нұсқасы Google таблицасы арқылы жасаймыз. Бірінші мына этого шаблоны деп тұр ғой, соны басасыз. Осыны басып, одан кейін создать копию дегенді басасыз. Создать копиюді басамыз. Мінекей, мына жерге шығып тұр. Енді біз мынау астында тұр ғой, қара жазумен жазылғандардың барлығын алып өшіріп тастаймыз. Өшіріп тастаймыз. Енді біз мына жерде тұрған жаңағы сөйлеміміз бар ғой, жазып отқан сөздеріміз, дайын тұрған сөздерді алып келіп, мына жерге қоямыз. Осылай қойдық. Енді мына жерге тиіспейміз, көк жолақ тұр ғой, біз оған ешқандай да тиіспейміз. Енді осы сөзді біз ерекшелеп аламыз, файлға басамыз, поделиться, опубликовать в интернете деп тұр, соны басамыз. Сосын опубликовать дегенді басамыз, выделенный фрагмент дейді, окей, басып жүреміз. Сосын мына жерде ссылка берді, соны копировать етіп алып, новый вкладкаға ашып жүріп, осы жерге былай қоясыз да, Enter'ді басасыз. Мінекей, қазір сізде мынандай осы тапсырмаңыз шығып тұр, жазғаныңыз. Енді мына get the link here деп тұр ғой, соны басып жүресіз. Соның үстінде тұрған бірінші сілтеме тұр ғой, соны копировать етіп алсаңыз болады. Сосын бұны бір жерге өзіңізге сақтап қойсаңыз болады. Бұл сілтеме арқылы сіз любой жерде осы сабағыңызды пайдалануыңызға болады. Бұны да қағазға шығарып алсаңыз болады. Екінші нұсқасы ғой, жаңағы вариантты. Екінші ойын түрі Flippity карточкаларын жасау. Ол үшін мына бірінші тұр ғой, соны жасайын деп жатырмын. Инструкция деген басып береміз. Көріп отырғандарыңыздай, мына жерде айтып тұр. Бірінші дейді, мына этого шаблона сделайте копию дейді, мен жаңа басып қойғым. Міне, ашылып тұр. Енді осы жерден создать копию дегенді басып береміз. Осыны басқан кезде бізде мынау шығып тұр. Біз тек қана мына нелерді ғана аламыз. Мына жерлерін өшіріп тастаймыз. Мына жақ жаңағы өзінің сұрақтары нелер бізге қажет емес қой.
Антон біз бұны өшіріп тастаймыз. Осы жерге мына жағына тиіспейміз, ешқандай мына бағыттарына тиіспейміз. Енді сол жерге жаңа ойынның өзіңіздің сұрақтарыңызды, жауаптарыңызды толтырасыздар. Енді мен ойыма келген осылар тез-тез толтырып дайындап қойдым мінекей. Мінекей осы сұрақтарымызды жауаптарымен бірге бір рет выделять етіп аламыз. Файлға барайық. Файл, поделиться, опубликовать в интернете. Так, не тұр. Тұр ғой сілтеме, осыны копировать етіп алсақ. Мына жерге қойып көрейінші. Осыны осылай істейтін болсақ. Мына шығып тұр біздің нелеріміз. Осына get the link here деп тұр ғой, соны басып жіберіп, мына сілтемені открыть, жаңағы ссылку в новом вкладе деп ашып жүруге де болады. Немесе бұны копировать етіп алып, сіз өздеріңіздің жаңағы WhatsApp-тарыңыз тобына, және Telegram каналдарыңызға жібере саласыздар. Мына сілтемені басып, открыть в новом вкладе деп басайықшы. Мінекей біздің сұрақтарымыз, карточкаларымыз дайын болды. Көрдіңіздер ме? Енді осы жерде мына списокті басатын болсаңыздар, сұрақтарыңыз, жауаптарыңыз мені тұр. Одан кейін соответствие деп тұру, соған қараймыз. Мысалға, баланың көңілі дейді, жалғасын тапты. Баланың көңілі далада, екеуі кетті. Құнанбаевтың аты Абай, мінезі тұйық, көбіне үндемейтін жан, меланхолик. Тарихтың атасы кім? Дұрыс болмаса шықпайды осылай. Тарихтың атасы Геродот, мынаудан қатеп жазып қойыппын. Мінезі ашық, мінезі шапшаң, ашуланшақ. Холерик, Баян Сұлу, қозы көрпеш Баян Сұлу. Мына осылай ойын алады осы ойын. Сіздер де өздеріңіз қалаған, ұнатқан ойындарыңызды жасап көріңіздер. Бөлісіңіздер.